Ауылдастарымның бетіне қараудан қалғаныма міне 6 айдан асты. Көше тұрмақ, аулаға шықсам елдің бәрі мені көрсетіп, қара бет, бұзылған қаншық деп табалап тұрғандай көрінеді. Кейде өмірді тәрк етіп, о дүниеге аттанып жүре бергім келеді. Бірақ өмірдің мұнша тәтті екенін сезініп, өзімнің тым осал екенімді бағамдап, тек көз жасқа ерік бергеннен басқа шамам жоқ. Мұнша күңіренетіндей не болды дейсіздер ғой. Онда тыңдаңыздар. Мұңымды кімге шағамын? Бірде әпкемнің бір баласы сырқаттанып қалып, аудан орталығындағы ауруханаға жатуға тура келді. Үйде өзге балаларымен күйеуі қалды. Мен уақытша сол үйде жүре тұруыма тура келді. Онсыз да көбіне көп әпкем мен жездемнің үйінде жүретінмін. Шай тамақтарын қамдап, жездем мен балаларға әпкемнің жоқтығын сездірмей жүрмін. Жездемнің азынаулақ сал серілігі бар. Жиын тойларда жарқырап ортада жүреді. Домбыра мен гитарада ән айтады. Тәп-тәуір ішетіні тағы бар. Кейде кешкілік қолым құшып тұр. Ақша ұстайтын шығармын деп көшеге шығып карта ойнайды. Сөйтіп таң ата келетін. Содан бір күні түн ауа келіп тұр. Кәдімгідей қызып алған. Ол кезде балалар ұйықтап қалған еді. Мен теледидар көріп жатыр едім. Жездем шамды сөндірген күйде мені өзі жататын бөлмеге сүйрей жөнелді. Алғашында түк түсінбей, жездем төсегіне әкеліп атып ұрғанда есімді жиғандай болдым. Бірақ кеш қалдым. 30-ға таяған қуатты жігіт қойсын ба? Ал мен бар жоғы 9-шы сыныпта оқитын едім. Әлімнің келгені сол, жездемді оңды-солды төпелей бердім. Сен сұлусың, сымбаттысың, ең әдемі қыз сенсің. Саған әпкең де жетпейді, қорықпа, саған ештеңке болмайды, деп мені алдап соқты. Балалық аңқаулығым ба, бұрын мұндайды көрмеген жаным осыны қалады ма? Әйтеуір жездемнің маған деген өліп өшкен құмарлығына тосқауыл бола алмадым. Жездеммен кездесу әпкем ауруханадан шыққан соңда жалғаса берді. Өзімнің жүкті екенімді әлсін-әлсін басым айналып лоқси берген соң, дәрігерге қаралғанда бірақ білдім. Дәрігер әйел, қарағым-ау, ең құрымағанда мектепті де бітірмепсің. Мұның не? Енді алдыруға кеш, ішіңдегі бала 4-ші айға айнала бастапты дегенде, ойбай салып жерге отыра кеттім. Қазір ауыл іші алып қашпа өсек. Ұрыспаған, желкелемеген жан жоқ. Бірақ тірі жүрген соң бәріне көнеді екенсің. Әпкем мен жездем сол оқиғадан соң көрші ауылға көшіп кетті. Жас ғұмырымды жоқ етіппін. Тағдыр салды, бәріне көндім. Тек бір нәрсе. Бірде бұрынғы досым Шалқар келді. Шалқар екеуміз жақсы доспыз. Ол менен бір сынып жоғары оқитын. Шалқар ең алғаш менің көңіліме сезімнің ақ гүлін егіп, бала махаббаттың не екенін сездірген аяулы жан. Елдің айтып жүргені рас па, деді ол. Менде үн жоқ. Егер рас болса, жездеңнің қарындастары бар ғой, саған істегенді мен оларға істеймін. Мұны жай қалдыра алмаймын деп жылап жіберді де теріс бұрылып жүре берді. Сонда ғана мен енді ғана бір жарған бала махаббатымды мәңгі жоғалтқанымды білдім. Сонда ғана мен жездемнің арам нәпсісінен өзімнің жауқазындай жас ғұмырымды жоқ еткізгенімді сезіндім. Енді өмірге балауса жас қалпымда емес, 15 жасар жас ана ретінде қарайтынымды ұғындым. Ағыл-тегіл жыладым, бірақ бәрі кеш еді. Кейде ауыл ішінде алып қашпа өсектен кейбір құрбыларымның аңғал басқан қылықтарын естіп қаламын. Сондықтан өзімнің өкінішке толы азғана ғұмырымда болған осы жайтты сіздерге жазып жолдап отырмын. Бір сәттік ләззаттың құлы болып, жас өмірлеріңізді өксікпен өткізбеңіздер дегім келеді.